Мойында қыздар көптеген бұлшық еттер бар, алайда біз олардың әрқайсысын анатомиясына толық тоқтамаймыз. Тек жоғарыда аталған проблемаларды түсіну үшін кейбір мәселелерді қозғайтын боламыз. Мойын бұлшық еттері қыздар 3 топқа бөлінеді. Терең, ортаңғы топ, беткей. Тереңдерден бастайық. Оларға сатылы бұлшық еттер, ұзын бұлшық еттер және желке асты бұлшық еттері жатады. Біз сіздермен алғашқы екеуін талқылаймыз. Сатылы бұлшық еттер мойнымыздың бүйірінде орналасқан. Олардың барлығы омыртқадан бастау алып, бірінші, екінші қабырғаға бекиді. Сәйкесінше, бұл бұлшық еттер жиырылу барысында қабырғаны жоғары көтеріп, тыныс алуға қатысады және де жиырылған жағына қарай басымызды еңкейтеді. Демек, бұл бұлшық еттерде спазм болса, олар қысқарып, қабырғаларды жоғары қарай көтереді. Нәтижесінде тыныс алу бұзылады. 2. Көтерілген қабырға өзімен бірге иықты да көтереді. Иық аймағында құрысу пайда болып, талу сезімі, ауырсынулар мазалайды, мүсінді құртады, мойынды қысқартады және де қан тамырлары мен лимфа тамырларын қысып тастайды. Осындай созу жаттығуларын жасау арқылы біз бұлшық еттерді шынықтырып, эластикалы қылып, жоғарыда аталған проблемалардың алдын ала аламыз. Келесі ұзын бұлшық еттер, олардың барлығы мойын және кеуде омыртқаларында жатады, яғни өзара бір-бірінен бастау алып, бір-біріне бекиді. Екі жақты жиырылу кезінде мойынды алға қарай түсіреді, ал бір жақтысында сәйкес жаққа қарай басты түсіреді. Егер осы бұлшық еттер спазмдалған болса, омыртқаларды бір-біріне жақындатып, оларды қысқартады. Яғни омыртқа компрессиясы орын алады. Ал ол омыртқа арасында орналасқан дисктардың қысылуына алып келеді. Нәтижесінде протрузия, грыжалар орын алады. Ал ол өз алдына омыртқа арасынан шығатын жүйкелерді қысып, сол жүйкеле баратын мүшелердің жұмысын бұзады. Сонымен қатар сұйықтық маршруты, яғни қан айналымы мен лимфа айналымы нашарлайды. Осындай бір-бірімен байланысты тығыз тізбек қыздар. Оның саулығын қамтамасыз ететін бірден бір әрекет мойын жаттығуларын жасау.